Қайырлы күн, қадірменді достар. Біз бұл дәрісімізде алдыңғы сабақтардың жалғасын табуға тырысамыз. Біз алдыңғы сабақтарда өндіріс туралы ақпарат алдық, оның нешеге бөлінетінін білдік, және де өндіріс тиімділігі мен ресурс түрін пайдалануда жеке көрсеткіштер пайдаланылатындығын білдік. Сол көрсеткіштер сіздердің дәл қазір экрандарыңызда көрініп тұр. Осы көрсеткіштерді жеке-жеке қарастыруды біз мақсат қылып алдық. Сөйттік те еңбек өнімділігін қарастырдық, еңбек шығындарын қарастырдық, ал енді өнімнің еңбек сыйымдылығы туралы ақпарат алуға кезек келді. Өнімнің еңбек сыйымдылығы ол орыс әдебиеттерінде трудоемкость деп келеді. Өнімнің еңбек сыйымдылығы өнімнің бірлігін өндіретін технологиялық процеске жұмсалынатын жұмыс уақытының шығыны болып табылады. Яғни өнімнің еңбек сыйымдылығы сол өнімнің бір-бірлігін өндіруіне жұмсалынатын жұмыс уақытының шығыны болып табылады. Қайталаймын. Өнімнің еңбек сыйымдылығы сол өнімнің бір-бірлігін өндіруге жұмсалынатын жұмыс уақытының шығыны. Еңбек сыйымдылық ол еңбек өнімділігіне кері ұғым болып табылады. Ол қалай? Еңбек өнімділігі ол белгілі бір уақыт бірлігінде, мейлі күн болсын, мейлі сағат болсын, мейлі минут болсын, мейлі күн болсын, мейлі жыл болсын, белгілі бір уақыт бірлігінде өндірілетін өнім көлемімен өлшенетін болса, яғни қаншалықты өнім көп өндірілсе, соғұрлым еңбек өнімділігі жоғары, қаншалықты өнім аз өндірілсе, соғұрлым еңбек өнімділігі төмен болатын болса, ал еңбек сыйымдылығы керісінше белгілі бір өнім бірлігін өндіруге жұмсалған уақытпен өлшенетін болып табылады. Қайталап өтейік. Еңбек өнімділігі белгілі бір уақыт бірлігінде өндірілген өнім көлемімен өлшенетін болса, ал еңбек сыйымдылығы белгілі бір өнім бірлігін өндіруге жұмсалған уақытпен өлшенеді. Яғни осыны біз жаттап алғанымыз өте жөн болып табылады. Алдарыңызда еңбек сыйымдылығының формуласы келтірілді. Еңбек сыйымдылығын табуымыз үшін біз жұмыс уақытын өндірілген өнім көлеміне бөледі екенбіз. Мысал келтірейік. Мынау есеп. Жұмысшы 8 сағаттық жұмыс уақытында 64 құрал өндіріп шығарды. Енді бір құралдың үлесті еңбек сыйымдылығы неге тең? Мынау жұмысшымыз, мынау 8 сағаттық жұмысы, мынау өндірген 64 құрал. Енді мынау біздің формуламыз, яғни жұмыс уақытын бөлген кезде өндірген өнім көлеміне біз еңбек сыйымдылығын аламыз. Міне былай. Ете 8 сағат. 8 сағатты біз минутқа келтіріп алайық деп шештік. Сөйтемізде біз 8 сағатты көбейтеміз 60 минутқа. Сөйтемізде біз оны бөлеміз 64 құралға. Сонда тең болады 7,5 минутына құрал. Яғни өнімнің бір-бірлігі, яғни біздің бір құралымызды өндіруге жұмсалған уақыт ол 7,5 минут болып табылады. Бұл еңбек сыйымдылығы. Еңбек сыйымдылықтың тағы бір формулаларын қарастырып өтейік. Еңбек сыйымдылығының көрсеткіштері ол өндіріс көлемі мен жұмыс уақытындағы еңбек шығындарының арасындағы тікелей тәуелділікті білдіретін болып табылады. Және де бұл еңбек сыйымдылығын анықтауымыз үшін біз жұмыс уақытындағы еңбек шығындарын өндіріс көлеміне бөледі екенбіз. Еңбек шығындары туралы ақпаратты біз 11-ші сабақта беріп өттік. Соған тағы бір сол сабақты тағы бір қарап қойсаңыздар өте керемет болып кетеді. Және де осы еңбек шығындарының әртүрлі құрамының әртүрлі болуына байланысты еңбек сыйымдылығы бірнеше түрлерге бөлінеді. Қайталап өтейік. Осы еңбек шығындарының құрамының әртүрлі болуына байланысты еңбек сыйымдылығы бірнеше түрлерге бөлінеді. Олар технологиялық еңбек сыйымдылық, қызмет көрсету еңбек сыйымдылығы, өндірістік еңбек сыйымдылық, басқарушылық еңбек сыйымдылық
және осының барлығын біріктірген толық еңбек сыйымдылығы. Және де еңбек сыйымдылығының бірнеше көрсеткіштері болады. Олар нормативті көрсеткіш, жоспарлы және фактілі болып табылады. Осы аталып өткен ақпараттарды кейінірек бәлкім кәсіпорын экономикасы туралы сабақ жазып жатсақ, сонда тереңірек жіті қарастыруға тырысамыз. Әзірше бұл экономикалық теория пәнінің мақсаты еңбек сыйымдылығы туралы жай ғана көзқарас, пікір қалыптастыру болып табылады. Және де соны біз атқаруға тырыстық. Сіздерге көп рахмет. Сау болыңыздар.